Жер бетінде климаттың полярлық, қоңыржай, тропиктік, құрлықтық, теңіздік, шөлді, таулы және тағы да басқа түрлері кездеседі. Климаттың әртүрлі болып келуі белгілі бір аймақтың теңізден, мұхиттардан алыс жақындығына, қандай ендіктерде орналасқанына, жер бедеріне байланысты. Біздің заманымызға дейінгі 350 жылы Аристотель метеорология атты 4 кітапты жарыққа шығарды. Аристотельдің шәкірті Теофраст жаңбырдың 80, желдің 45, дауылдың 50, суық ауа райының 25 түрлі себебін жазған. Қазіргі таңда жердің табиғат жағдайын танып білуде климатология мен метеорология маңызды ғылымдардың бірі болып есептеледі. Онда атмосферада болып жатқан құбылыстарды зерттеуде қазіргі заманның әдістері қолданылады.